қысқа қазіргі таңда, иә, үлгере алмай қалып жатыр. Қатысушыларымыз жарнамадан кейін кіріп студияға. Мен айта кетейінші, жаңа өзін руын білмейді, дулатпын деп отыр да, мысалы, жеті атасын білмеген, жетесіз деп айтады ғой. Енді сен бұл жерде Асхатпен отношениені сұрағанша, маманнан барып жеті атаны сұрап, күйеуіңді іздемей, әкенің жаңағы жеті атасын біліп, мен мамамнан барып сұрайын ба жеті атамды? Мен әкемнен сұрайын ғой, әкем жоқ болса кімнен сұрайын мен? Сен білесің ба жеті атамды? Әкенің туысқандарына бармайсың ба? Сен білесің ба жеті атамды? Білем мен. Айтшы ал. Иә. Айт. Ақылбек, Сейдахмет, Абу, Бек, Қылыш, екі атамды ұмыт қалдым. Өзің жетесізсің, білесің ба? Өзіне қарап ал, потом маған айтасың, ұқтың ба? Сен деп маған әңгіме айтпа. Сен даже руынды білмейсің, өйтіп ашылама ма? Жоқ, Бақдәулет, бұл жерде қызға қарай олай қатты айтудың қажеті жоқ. Өйткені жеті атаны мысалы білмейтін мен де бармын мысалға. Енді әкемен мысалы 9 жасыма дейін тұрған менде. Онда көпке топырақ шашып айтайық. Сендер жетесізсіңдер онда. Аузыңды Бану.